Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Бүгінгі біздің STEM сабаққа қош келдіңіздер. Балалар, сендер білесіңдер, өнердің түрі өте көп. Саз өнері, бейнелеу өнері, музыка өнері, тағы да басқа өнердің түрлері көп. Әр адам өзінің өнерді ұнататын бір қасиеті болу керек деп ойлаймын. Балалар, бүгін біз сабақты өткізу мақсатында біз 3 топқа бөлініп алайық. Қазіргі таңда біз топтың мына жақта талант тобына бейнелеу өнерін ұнататын балаларды, қабілет тобына музыка өнерін ұнататын адамды және шабыт тобына қол өнерді ұнататын балаларды бөлгім келіп отыр. Одан бөлек балалар, сендер білесіңдер, бүгінгі негізгі біздің STEM сабағымыздың тақырыбы табиғат лирикасы. Абайдың табиғат лирикасы. Абайды білмейтін қазақ жоқ. Абайдың туған жері, тұрған жері, қоршаған ортасы, табиғат сұлулығының ортасында өсіп өнген кісі. Ол кісінің сол өлең жолдарының ішінде әртүрлі табиғатқа байланысты шығармашылық еңбектері, өлеңдері бар. Ал балалар қазір топқа бөліну үшін орнымыздан тұрып, өзіміз таңдаған өнерге байланысты орындарымызды ауыстырып отырайық. Ақырын орнымыздан тұрып отыра қалайық балалар. Уақытты үнемдейік. Мінекей, мына топта музыка өнерін ұнататын балалар бар екен. Мына жақта қол өнер бұйымын ұнататын балалар бар екен. Мына жақта бізде бейнелеу өнерін ұнататын балалар бар екен. Әрбір адамның бойында өзі бір қасиеті бар ғой, өнерді ұнататын. Ал балалар, сендер білесіңдер ғой, осы табиғат лирикасына байланысты Абайдың қандай өлең шумақ жолдарын білесіңдер, қандай өлеңдерді атап кетіңдерші. Кім айтады маған? Айта қояйық. Жазғы тұры. Қандай өлең жолдары бар? Және қыс өлеңі. Қыс деген өлеңі бар. Арман. Көз деген өлеңі бар екен, е? Тағы қандай өлең шумақтары бар? Желсізде жарығай. Мінекей, желсіз түнде жарығай, өте дұрыс. Ал білім алушылар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Абай Құнанбаевтың табиғат лирикасына байланысты болғалы отыр. Балалар, табиғат адам баласына еңбек етіп өмір сүріп отырған ортасы. Мысалға, Абайдың айрықша жырлаған өлеңдерінің бірі табиғат лирикасы. Балалар, сендер білесіңдер ғой, бастауыш сыныптан бастап, осы Абайдың өлеңімен сусындап, осы табиғат лирикасына байланысты өлеңдерді жаттап жүрсіңдер. Қазіргі таңда бізде осы өлең шумақтарынан кім маған табиғат лирикасына байланысты өлең шумақтарын айтып бере алады? Қанекей, аяулым тұра ғой. Абай Құнанбаев жазғы тұры. Жазғы тұры қалмайды қыстың сызы, масатындай құлпырар жердің жүзі. Жан-жануар адамзат анталаса, ата-анада ел жер күннің көзі. Аяулым өте керемет. Мына Абайдың өлеңдерінің өзі жазға байланысты болып тұр, е? Масатыдай құлпырар жердің жүзі. Табиғаттың сұлулығын, әдемілігін, сол кездегі өмір сүрген адамдардың тұрмыс тіршілігін керемет бейнелеген Абайдың өлеңдері әр баланың жүрегінен орын алады деп сенемін. Ал балалар, ары қарай өлеңін жалғастыра кетейік. Маған енді ары қарай тағы қандай өлең шумақтарын білесіңдер? Кім айтады? Мен айтсам бола ма? Абай Құнанбаев, қыс. Ақ киімді, денелі ақсақалды, соқыр мұлғау танымас тірі жанды. Үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Әли, бұл жерде қыс мезгіліндегі өлеңде аязды күнді қария шалға теңеп батыр. Абай атамыз. Сол кездегі күннің суықтығын, сол кездегі өмірдің сүрудің сондай қиын кездерін көрсетеді. Алты қанат ақ орда, үй шайқалды деген кішкене өлең жолының шумақтары бар. Сол жерде қазақтың сол кездегі өмірін көрсетіп кетеді екен. Ал балалар, мінекей қыс өлеңін тыңдадық. Келесі тағы қандай өлең шумақтарын білесіңдер? Одан басқа қандай өлең шумақтары бар? Абай Құнанбайұлы желсіз түнде жарығай. Желсіз түнде жарығай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың маңы терең сай, тасыған өзен гүрілдеп. Назеркенің айтуы бойынша, желсіз түнде жарығайдың сюжеттік композициясын қазір бейнелеу өнері саласындағы балалар соны ақ қағаз бетіне қылқаламмен бейнелеуді бастаймыз. Бастамас бұрын бізге керекті тұсастар, түрлі түсті бояулар, қылқалам және жағалаудағы аттар немесе ағаштарды мынандай кеспе түрінде көрсету арқылы бастырып отырып саламыз. Бұл жерде жылы және суық түсті бояу түстерін қолданасыңдар балалар.
Техникалық қауіпсіздік ережесінде сақтаймыз. Бұл жерде бояу түсіне байланысты бояуды қолға алғаннан кейін көзді қолуға болмайды. Суды орнына қоямыз. Сондай техникалық қауіпсіздік ережесін сақтау міндеттіміз балалар. Жұмысты ақырындап бастайық. Топқа бәріміз бірігіп, жан-жақтан салуларыңа болады. Орындарынан тұрып бірігіп жұмыс жасаңдар. Балалар, келесі сөз кезегін шабыт тобына бергелі отырмыз. Шабыт тобының жетекшісі әріптесім Гүлмира Серікқызы. Сөз кезегі өзіңізде. Көркемменбек пәні бойынша жұмыстарыңызды қарай жалғастырыңыздар. Мен сурет салуды таудың бұлағынан, қойдың құлағынан, ешкінің мүйізінен, анамның оюынан алдым деп Әбілхан Қастеев атамыз айтқан екен. Балалар, бүгінгі тақырыбымыз Абай Құнанбаевтың жазғы тұрым өлеңіне байланысты біз ою өрнектен композиция құрастырамыз. Мына қараңдар. Балалар, қазір біз жұмыс жасаған кезде техника қауіпсіздігін сақтаймыз. Өйткені ыстық желім қолданамыз, қайшы, сол кезде қолдарын күйдіріп, қайшымен кесіп алмаңдар, қолдарын түсіп ма. Балалар, ою өрнекте қанша түрі бар? Білесіңдер ме сендер? 4 түр бар екен, я айтыңдар. Өзіңді бітес. Космогония. Зооморфтық. Геометриялық. Дұрыс, өте дұрыс. Қазір біз сол өсімдік тектес ой өрнегін оямыз фетрден, балалар. Қызғалтақтың ойын өрнектейміз, балалар, на фетрге қазірші. Қызғалтақ, бала, білесіңдер, бізде Қазақстанда қызыл кітапқа енген екен, ол біздің табиғатымыздың өте әдемі гүлі, сұлулығы, соны біз қазір қағазға түсіреміз на фетрге. Кәнеке балалар, жұмыс жасаймыз. Келесі кезекті музыка пән мұғалімі Майра Жылбайқызына беріледі. Саламатсыңдар ма балалар? Саламатсыз ба мұғалім? Музыка сабағы кезінде ән үйреніп айтамыз, үйге берген тапсырманы орындаймыз, ән саламыз, жақсы көңілдің үйде боламыз. Ета болады зедем, денеміз түзу басымызды, ән айтуға дайын адам. Жыбырламай, қыбырламай, жан-жанға қарамай, маған қараймыз. Күй-сандықты ашайық, тілдеріміз басайық, бастымызды басайық, жайлап әнге салайық. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Жақсы, енді төрді, сегізді, сегізді, төрді қайтарып жарай ма? Фортепиано мен фортепиано. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, си, ля, соль, фа, ми, ре, до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Так, так, и до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, си, ля, соль, фа, ми, ре, до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Ля, ро, до, ми, ми, стар, фортепиано, фортепиано, и ля, 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 ля. Dausımız açıldı, ha-ha-ha, ən aytuğa dayınbız, ha-ha-ha, ən aytuğa dayınbız.
жарайсыңдар оқушылар, даусымызды ашып алдық, ал енді біз ән айтуға біз не істейміз? Дайынбыз. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай? Еске түсіріп жіберейікші. Біздің алдымызда шабыт тобы, суретшілер топтары болды. Олар қандай? Сабақтың тақырыбымен жұмыс жасап жатыр, композиция құрып жатыр. Кім айтады? Айта ғой? Желсіз түнде жарығай әні. Дұрыс айтасыңдар. Қазір сіздермен сюжеттік тапсырма орындаймыз. Бірінші суретке қараймыз, қараңыздар. Мына сурет ақ қағазға әннің сөзін оқи отырып, сюжет құрастырамыз. Жарай ма? Мен айтам, сіздер не істейміз? Бәріміз қормен айтсақ та болады. Суретті мына жерге желімен жабыстырамыз. Жарай ма? Ал олай болса, бірінші ол әннің сөзі қалай басталады? Желсіз түнде жарығай. Онда не кетті бізде? Не? Ағаштар, желсіз түнде жарығай. Сәулесі суда дірілдеп. Ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен гүрілдеп. Қалың ағаш жапырағы сыбырласып өзді-өзі, көрінбей жердің топырағы, жайқалған жасыл жер жүзі. Ал тапсырмамыз, суретіміз әнмен суреттеле алды ма? Қандай демекке көрініске ие болды? Ал енді бұл жерде қандай әнде лирикалық әнге жата ма, патриоттық әнге жата ма, әлде қандай түрге жатады деп ойлайсыздар? Лирикалық әнге жарайсыңдар. Бұл жерде табиғаттың желісі бойынша айтылып тұр, жарайсыздар. Ал енді бұл тапсырма біткеннен кейін мен сіздерге мынадай осы сендерге Абай әндерінде туралы сіздер не білесіздер? Сол туралы қазір тар контекст бойынша не істейміз? Толтырамыз. Ал мен сіздерге қағаздап бердім. Сол қағазға осы Абай Құнанбайұлының қандай өлеңдері, әндері, тағы да қандай әндері білесіңдер? Кім не біледі? Сол туралы айтып жазамыз. Түсінікті ма? Жазамыз тезірек. Ал жазып болса, жылдам шығып, мына жерге айтып тұрып ілеміз. Жарай ма? Жылдам шығамыз. Желсізінде жарығай 8 аяқ өлеңдерін білемін. Жақсы, тағы да кім біледі? Біз қазір Абайдың өлеңдерімен танысып жатқандықтан, біз Абайдың өлеңдерін қатты көп білмейміз. Сондықтан мен 8 аяқ және Айтым Сәлем Қаламқас өлеңдерін білемін. Жақсы. Мен Абайдың 8 аяқ жазғытұрым өлеңдерін білемін. Жақсы, тағы да. Мен Абай Құнанбаевтың Қыз, көз, желсізінде жарығай өлеңдерін білемін. Жарайсың. Ал енді оқушылар, біз Абай Құнанбайұлының Желсіз түнде жарығай әнінің шығу тарихымен таныс боламыз. Ол үшін семантикалық карта қолданамыз. Өздеріңіз мына жерде мәтінді оқи отырып, дұрыс жақтарын жазасыздар. Жазып болғаннан кейін дұрыс бұрысын жауабын айтамын. Жарай ма? Ал енді іске сәт жұмыс жасаймыз. Біріншіне бізде әннің аты қалай аталады? Келелейміз. Оқи отырып жұмыс жасаймыз. Әдемі, көрікті болсын. Кезек-кезегімен жұмыс жасаймыз. Жапсырамыз. Сендер өздер мәтінді қатты немай қой, бірден кет жапсыра берге. Келесі. Кішкене әдемі қылып атырсыңдар, Мәтінді оқимыз. Жақсы, болдыңыздар ма? Жарайды. Олай болса, сіздердің жұмыстардың бойынша жұмысты бір рет қайталап өтейік. Сіздер семантикалық карта бойынша, яғни желісінде жарығай әні мен түсіндірмей, өздеріңіз шығу тарихы туралы айтып өттіңіздер. Қазір қараймыз. Бұл ән желісінде жарығай әні қай жылы жарық көріпті? Абай желсізінде жарығай өлеңін 1808 жылы жазған. Дұрыс. Әрқайсысы 4 тармақты 5 шумақтан тұрады. Өте дұрыс. Ақын оған дейін түнгі табиғаттың әсем көрінісін нәзік поэзия тілімен өрнектейді. Тамаша. Санадағы сәуле, желсіз түн, жарық ай, тасыған өзен суреттері кері шағылысып, құпия кездесуге, бәлкім өз өміріндегі ең алғашқы махаббат сұхбатына бет бұрған қыздың жүрек лүпілімен астас жарастық табады. Тамаша. Абай кейіпкерлерін сезім толғаныстарына айналада болып жатқан жалпы суреттер арқылы бейнелеген.
Тамаша. Міне байқаңыздар бе, яғни осы ән 1988 жылы шыққан ән болады. Осы әнді біз неден классикалық әндердің ішінде романс әндеріне жатқызамыз. Түсінікті ме сіздерге? Жарай, олай болса, біз осы әнді қалай орындау керектігін біз мынау карта арқылы жұмыс жасаймыз. Бұл жерде сендерге ырғақ, өлшем арқылы бейнеленген. Қай жерде созу, қай жерде төрттік келді, қай жер сегіздік деген сияқты мынау карта арқылы қазір жұмыс жасаймыз. Түсінікті ме? Олай болса, әрқайсыларыңызға жеке таратамын. Алып шығамыз. Енді қарата отырып қараңыздар. Енді әнні мынау сөзі берілген және үстіне нүкте берген. Бірінші мен тыңдап алып, одан кейін сіздер қайталайсыздар музыкамен. Бірінші неден бір шумақта 4 жол болады. Екінші, яғни үшінші, төртінші жол 2 рет қайталанады. Тыңдаймыз, қара. Желсіз түнде жарық-ай, сәулесі суда дірілдеп. Түсінікті ме? Ал енді қазір бірінші қолдарыңызды қойып отырыңыздар дәл бірінші жолдың, бірінші нүктеден қазір мен баянды аламын. Баян алу арқылы қазір әнді орындаймыз. Желсіз түнде жарық-ай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен гүрілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен гүрілдеп. Тағы да бір рет бастаймыз. Желсіз түнде жарық-ай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен гүрілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен гүрілдеп. Жақсы, жарайсыз. Ал енді әннің екпінін, ырғағын білдіңдер, яғни төрті, бүтін, жарты ноталары келетін байқатыңдар. Жарайсыңдар. Олай болса, келесі тапсырмаға көшеміз. Оқушылар, ал енді біз сіздермен алдарыңызда суреттер тұр. Сол сурет арқылы әнді сәйкестендіреміз. Сендердің міндеттерін ән орындаған кезде суретті тауып, әннің атын атау керексіңдер. Жарай ма? Бұлай қарасаңыздар, әннің бірінші жолында әннің атауы айтылып тұрады. Сондықтан сіздерге тез белгілі болмау үшін мен на, ро дыбыстармен орындаймын. Жарай ма? Кім жылдам табады екен? Кім алғыр екен? Олай болса, ойымызды бастаймыз. Жарайсың, бұлан қандай екен? Айттым, сәлем қаламқас. Айттым, сәлем қаламқас. Дұрыс жауап. Ал екінші әнімізді жылдам табуға тырысамыз. Қандай? Татьяна. Бұл қандай ән? Аудармалы. Аудармалы ән. Жарайсыңдар. Ал келесі. Қандай? Көзімнің қарасы. Көзімнің қарасы. Дұрыс. Ал келесі әуенді тыңдаймыз. Бұл қандай ән? Абайдың аудармалы әні қараңғы түнде Тау? Қараңғы түнде тау қалғы. Жарайсың. Оқушылар, енді келесі тағы да бір тапсырмамыз. Осы желсіз түнде жарық әнін оркестр құрып орындайық. Олай болса, кішкене орнымыздан тұрайық, сергіп алайық. Бұл жерде 4-8 жарты ноталар келеді. Мен сендерге көрсетем. Сол ырғақ арқылы қазір сіздермен осы әнге байланысты оркестр құрамыз. Бұл оркестрдегі әуеніміздің аты өзгеге көңілін тоярсың деген әнге байланысты жасаймыз. Олай болса, қағазымызды көтереміз. Дайын болса, қағазымызды көтереміз. Дайынсыңдар ма? Бірінші оркестр сияқты тыныш тұрамыз.
көріп тұрамыз кәні. Білеміз. Иә. Біз жер үстінде жарғай әнін талдадық. Бүгінгі сабақта қорыта айтқан кезде кең контексті қолдана отырып, бүгінгі сабақта біз не білдік, не үйрендік, сол туралы кішкене өздері жазып, мына жерге ілетін болайық. Ал бастаймыз. Оқушылар, енді сабағымызды қорытамыз. Қорыта отырып, әркім кен контекст арқылы тапсырмамызды орындап, әркім өз жазғандарын оқып жіберсін. Бастаймыз. Сені бастай ғой. Бүгінгі сабақтарды сездірді. Бүгінгі сабақта менің түсінгенім топ пен оркестр болу. Жақсы, келесі. Біз бүгінгі ашық сабағымызда жер үстінде жарғай өлеңін толықтай таныстық. Жақсы, келесі. Біз осы сабақта оркестр қызыл және абайдың өлеңдерін білдік. Жарайсың. Келесі бізде. Мен бұл сабақта жер үстінде жарғай өлеңін білдім. Және қалай оркестрмен өлең айту керегін білдім. Жарайсың. Келесі. Бұдан бір-бірімізге. Мен жер үстінде жарғай айттым сәлем қаламқас Татьяна әуендерін білдім. Тамаша. Сонымен бүгін біз біраз әндермен таныс болдық. Олай болса бүгінгі соңғы нотамыз біздің, бәріміздің желсіз түнде жарғай әнін орындап жіберіп орнымыздан тұрайық. Желсіз түнде жарғай, сәулесі судан дірілдеп, ауылдың жаңа терең сай, тасыған өзен көлінде. Ауылдың жаңа терең сай, тасыған өзен көлінде. Қалыдағы жапырағы сыбырласып өзі-өзі, көрінбей жердің топырағы, құлпырған жасыл жер жүзі. Көрінбей жердің топырағы, құлпырған жасыл жер жүзі. Біздің композициялық кескіндеме желсіз түнде жарғай деп аталады. Бұл жерде бізде жайлауда жайылып шыбыштап жүрген жылқылар және де айдын суға дірілдеп түсіп тұрған бейнесі, жайлау шетінде киіз үйлер және де жайылып жүрген жылқылар. Тақырыпты ашу мақсатында желсіз түнде жарғай деп ат қойған болатынбыз және де бояу түстерін араластырып осындай керемет картина шығардық. Біз бүгін өсімдік тектес ой өрнегін алып отырмыз, яғни қызғалдақ гүлі. Абай атамыздың табиғат лирикасына сай әсем, нәзік, қазақ даласының символы десек те болады.
Қызғалдақ гүлі көктемде жайнап, кең дала қазақ даласының ғажап бір күйге бөлейтіні анық. Және де осы гүлді алып отқан себебіміз, бұл гүл қызыл кітапқа енген, осыны қорғау мақсатында, насихаттау мақсатында осы қызғалдақ гүлін алып отырмыз. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз осымен, STEM сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңдар. Сабаққа қатысып, ат салысқандарыңа көптен көп рахмет.